Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі бейнероликте сіздерге қазіргі уақытта актуально қандай проектілер жұмыс істеп жатыр салымсыз түрде көрсететін боламын. Және де егер де сіз оқушы болсаңыз, сізде тек қана телефон ғана болса, онда осы бейнероликті соңына дейін көріңіз, өйткені сіз осы уақыттан бастап ақша табатын боласыз. Тұрған кезде мен өзім жалпы қандай проектілерге кіріп, кішігірім болса да активность көрсетіп кетемін. Ең бірінші бізде Near Wallet кіреміз. Бұл жақта сіздер салымсыз түрде бана ход токенді жинайсыздар да, және де ол листингқа шыққан кезде сатып жібересіздер. Қазіргі сәтте менде 19 токен жиналған екен. Иә, бұл аз, но болашақта бұл 19 токен өзде маған нормальный доход алып келеді деген кішігірім сенімділік бар. Өйткені менің ойымша бұл X5 болады, яғни бір ход токен 5 USDT или 7 USDT болу керек шамасында. Соған қарағанда 20 ход токеніміз ол примерно 100-150 доллар болуы мүмкін. Или 50-80 доллар да болса жаман емес, бұл бәрі салымсыз түрде, сондықтан сізде қатысаңыз болады. Бұл ход токен жайлы толық ақпарат мына видеодан көре аласыз. Екінші бізде TapSwap, яғни бұл жақта біздер тапылка арқылы ақша табу керекпіз. Ең басында достар сіздерге дұрыс мағлұмат бермеген болатынмын, яғни бұл жақта сіздерге 10 миллион монета жинап қойсаңыздар болды деген сияқты айтқан едім. Бірақ та бұл мен өзім предполагать еттім, и кішкене дұрыс сіздерге информация жеткізбеппін. Мүмкін ол монета болашақта керек болып қалуы мүмкін условия бойынша. Но осы жақында ғана өздерінде кішігірім airdrop болды, басқа токенмен. И вот сол кезде мынандай условие болды, что сіздің лигаңыз легендарный лига болу керек деп. Легендарный лигаға жету үшін сіз 10 миллион токен бұл жақта өзіңіз тапылкамен жұмыс істеу керексіздер. Яғни тапылка арқылы 10 миллион табу керексіздер. Жалпы мен мұны легендарныйға өттім, қазір сәтте дайында қойдым. И бұны тезірек жету үшін сіздерге кішігірім лайфхак, просто бустқа кіресіздерді мына жақта бүкіл прокачкада максимум жеткізсайсыздар. И күніне кіресіздерді мына таппинг гуру арқылы и 4 саусақпен өйстіп тез жинайтын боласыздар. И сөйтіп сіздер 10 миллион токенға жету кішкене оңайырақ болады. Жоққа легендарный лигаға жету қиын ғой десеңіздер, бұл жақта қиындым түгі жоқ, өйткені мына жақта бір адамды көрдім, мына MNG деген уже легендарныйға өткен екен, қазір сәтте шотында 13 миллион монетасы бар екен, голд бар, міне тағы да санат деген легендарныйда жүр екен 16 миллион. Яғни бұл адамдар менің атынан регистрация өткен адамдар. Яғни сіз новичок болсаңыз, сіз аудитория болмаса да легендарныйға жету оңай. Яғни жетесіздер, жеткеннен кейін мүмкін болашақта листинг болады или какой-то бір airdrop болады, сол кезде бір табыс бізге алып келеді деген ойдамын. Но ол жаққа салымсыз түрде келесіз, ешқандай вложение де керек, просто сізден активность сұрайды, яғни тапить ету керексіздер отырып. И қараңыздар, бұл осы Telegram ботқа 6 миллион 965 мың адам кірген екен, регистрация өткен екен ботқа. И қазір 61 мың адам онлайн отыр, и 37 миллиард тапылка жасаған екен. Сондықтан енді 6 миллион, 7 миллион адамда 7 миллион болса дым бермейді, ешқандай розыш бермейді деген ойламаймын. Все-таки бірдеңке болса да бізге беру керек. Сондықтан қазірден бастап қатысаңыз болады. И легендарный жетіп, плюс өзіңізге монеталар жинап қойыңыз. Бізде келесі проект тегін Katizen деп аталады. Крейік, яғни бұл жақта сіздер мыстар бір-бірінен қосып отырып, airdropқа қатысатын боласыз. Бұл жақта ең басты мақсат бізге тауықтар. Бұл жақта ең басты біздің мақсатымыз прокачка жасау, яғни монета жинау емес, мысықтардың уровень көбейту. Ең менде мықтысы бұл жақта 24 уровеньда тұр. Бұл жақта уровень шексіз кете береді, 500 мыңға дейін кете береді, поэтому бұл жақта просто анда-санда кіріп отырып, осылай сіздер бір-біріне қосу керексіздер, плюс монеталар беріледі. Монеталарға мынақта фит деген басасыздар да, ол жақта сатып алатын боласыздар мысықты. Мысалы, қазір сәтемен 20 уровендіқті бірден сатып аламын, 19 уровенді сатып алады кем, и 159 миллион қалды өшім. И мына жақта бір-біріне қосатын боламын. Енді бұл жақта буст бар, тоже уақытқа беріледі, 10 минут қосып қойсаңыздар болады. Негізі бұл Telegram бот сізді ашық қойып қойсаңыз, осылай открытый вид окно қойып қойсаңыз, онда сіздерге табыс көбірек болады. Ал егер шығып кетсеңіз, сізге онда минимальный табыс берілетін болады. Бұл жақта плюс квест бар, яғни сіздер егер де 1000 теңге болса, 1000 теңге осы шотқа тонға сала аласыздар,
Бұл Телеграмның кошелегі, мен ол жаққа 1000 теңге салған болатынмын. Бірақ та енді көп жейді екен, бір жерден қарасаң, қазір сәтемеде 0,1 тонн ғана қалды. Бұл 1000 теңге тонныңыз бір 20 күнге ме сондай ғана жетеді екен. Просто енді интерес қызық ретінде кіріп салып көрдім. Яғни сіздер бұл жақта бір күнде чек жасайсыздар. Сіз чек-ин жасаған үшін сізге 30 мынандай балықты монета беретін болады. Қазір олмен не істейтінін сіздерге көрсететін боламын. Плюс мына кірген үшін тегін түрде сіз ала аласыз. Мына жақта тоже 5 монета. И мына веб-сайтқа кірген үшін артқа өтейік қайтадан. Сізге тоже бұл жақта 5 монета беріледі. Плюс сіздер Твиттерға тіркелген үшін и репост жасаған үшін 140 монетасын аласыздар. И күнделікті бұл жақта бағана чек жасап отқан үшін мына жақта күнмен саналады. И сіздер мысалы қазір мен 7 күннен кейін 150 монетасын алатын боламын. Жалпы бұл монеталар не істейді десек, бұны сақтап керек жоқ. Просто мына жаққа кіресіздерді и балық аулайтын боласыздар. Менде қазір 64, даже жетпей тұр. Келесі күні, ертең күні балықты аулай алсам болады. Ал бұл балықтан не пайда десеңіздер, сіздерге монетаны біріншіден көп беретін болады. Екіншіден, бұл жақта өздерінің осы ойында жеке таблицалар бар, лидерный таблица, и бұл жақта тоже кішігірім айырмашылыққа өздеріңіз қатыса аласыздар. Егер открытие жасап қойсаңыздар, сіздерге мына жақта 30 секунд сайын мысық тегін түрде беріле береді. Если берілген сайын сіздер бұл жақта бір-біріне қосып уровендарды көбейтетін боласыздар. Айта кетейін достар, барлық көрсетіп жатқан Telegram боттар сілтемен мен Telegram группамнан таба аласыздар. Telegram группаның сілтемесі осы видеоның описаниясында тұр, немесе YouTube-ның шапкасынан таба аласыз. Келесі проект бізде MomoEye деп аталады. Бұл жақта 3 миллион инвестиция жасаған, блокчейн Solana'да дроп 28 апрель болады. Сондықтан уже санаулы күндерде ғана қалды. Бірақ кіріп қазір сәтте үлгерсеңіздер болады. Яғни бұл жақта тонның өзі бұл жақта инвестиция жасады, сондықтан болашағы бар, и дроп міндетті түрде болады деген ойдамын. И дроп, айта кетейін, подтвержденный дроп бұл жақта, сондықтан міндетті түрде бұл ойынға кіретін боламыз. Сілтемесін ол жаққа кірейік. Қазір сәтте бұл жақта негізі кішігірім вложение керек, яғни $1,5 или $1 Solana кошелегінде. Яғни оны сіздер Phantom кошелегіне құясыздар, Phantomдан ол жаққа жіберетін боласыздар. Тегін түрде бұл жақта ештеңе аламайсыздар, өкінішке орай. Өйткені бұл жақта клейм жасаған кезде сіздерге тонға, яғни газға төлеу керексіздер. Мұны қазір сәтте мен төлейтін болам. Кеует клеймден басамын. 0,001 Solana. Яғни ол 0,01 Solana тиын какой-то. 1 тиын ба, 10 тиын ба, сондай бірдеңе. Қазір маған осыған клейм еткен үшін мынандай маған карточкалар берді, мен счетыма түсірді. Міне жоғары жақта қарап тұрсаңыздар, мен уже 104 000 киви монета болды. Сіздер тегін түрде ана жақта күнделікті бір карточка тегін ала аласыздар. Мына сундукты ашайық достар. Бізге 40% бонус берілді. И достар, мына жақта сіздер тестқа кірсеңіздер, 2 задания болады. Бұл жақта мына қараңыздар, 5 points карт береді. Сыйлықтар өте көп. Бұл жақта тоже орындап кетіңіздер міндетті түрде. Solanaның қалай толтырамын десеңіздер, мына May деген кіресіздерді, мына Sol Wallet дегенге осы адресқа бана $1 жібересіздер, или $1,5 жібересіздер. Именно менің қазір счетымда 0,025 Solana бар. Бұл маған былай жеткілікті достар. Draw деген кірем, менде қазір 4 карточка доступна екен. Мен 4-ін қазір аша аламын. Яғни күнделікті сіздер клейм жасаған үшін 3 карточка плюс өздерінің сундуктарын береді. Артқа өтейік. Бізге не очинский карточка түсті. Негізі ақ карточка и золотой карточкалар түседі. Міне золотой карточка түсті, бұл жақта золотой карточканың суммасы өте көп болады. Енді рандомно түседі сіздерге. Бірде ақ, бірде сары түсетін болады. Так, 598. Тағы да не очинский түсіп отыр жоғда. Обычно 3000-4000 бар карточкалар түсетін еді. Золотой шық. Вот 3000 теңге. Ой, 3000 монета. Қазір сәтте мен 17987. Келесі ойын өте алмайым. Бұл, яғни сіздер киви монетасын жинайтын боласыздар. Бұл airdropқа керек болады. Осы мен сіздерді лидербордта көрсететін болады. Мен қазір сәтте лидербордта 198 орында тұрмын. Сіздер осы списқа қарап мүмкін берер airdropты, мүмкін рандомно берер. Пока что ол жайлы мағлұмат жоқ. Ол жақта сіздер прокачка жасайтын боласыздар. Ал на жоғары жақта ақ монетаны жинап
маңызды емес, оны тек қана прокачкаға құртасыздар. Мына төмен жақта қарасаңыздар, менде level 33 деп тұр. Яғни сіздер ол жақта левелді көбейтесіздер, ағаштың левелін көбейтіп, и мына жақта сіздер өздеріңіздің тапқан майнингтің скорсын тоже көбейтетін боласыздар. Яғни ағашыңыз үлкен болса, скорсы майнингі да үлкен болады. Осының информация, достар, бұл бірақ салымды түрде уже айтып келатқаным қанша болды. Ең бірінші видеороликте сіздерге айтқан болатын, бұл хайп проект емес. Бірақ хайп проекттің туысқаны, бірақ бұл инвест фанд сияқты долгосрок істейтін болады деген міне уже сөзімнің расталып жатыр. Мен бұл жақта уже 1,5 ай болды. Мына жерде міне көріп тұрғандай мен уже 193 USDT шешкен болатынмын. Яғни осы уақытқа дейін $193 мен тапқан екенмін. История кіремін. Даже мені көрсете аламын, күнделікті мен бұл жақтан вывод шешіп жүргенім, яғни күнде $4-5 шешіп жүрмін, мына кіремін. Яғни достар, бұл рас, әлі 1 ай уақыт істейтін болады. Егер де әлі адамдар маған жазады, ойланып салсам ба салмасам ба деп, сіздерге бір жауап, кіріп қазір сәтте табыс тапсаңыздар болады. Бір круг жасап үлгересіздер әлі де, поэтому кіріп өздеріңіз көріңіздер. Егер сұрақтарыңыз болса комментарийға или жекеме шығып қойсаңыздар болады. Қазіргі сәтте осы актуальный сайттар ғана, телеграм боттар, яғни салымсыз түрде сіздер ақша таба аласыздар. Если что, сұрақтарыңыз комментарийға қалдырып кетіңіздер. Сау саламат болғанша.